Қайырлы күн достар, сіздермен Әдеке Лайф каналы. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз Photoshop. Photoshopты барлықтарымыз білеміз. Суреттерді неше түрлі өзгертуге, өңдеуге арналған программа. Photoshop'тан бізде көбінесе кездесетін ағылшынша және орыс тілінде болады. Ең бірінші орнатқан кезде Photoshop ағылшынша болып келеді. Қазір ашылсын. Photoshop мына ашылды. Ең бірінші біз орнатқан кезде қарап отырсаңыздар, бары ағылшынша тілде тұр. File, Edit, Image, Layer, Type, Select деп. Енді осыны орысшаға қалай аударамыз? Енді өкінішке орай қазақ тілінде әзірге жоқ. Бұл үшін аудару үшін біріншіні екінші тұрған Edit кіреміз. Кіргеннен кейін ең төменгі Preference'ге кіреміз. Мына қарабыңызда Preference'ге кірдік, көп тұрған жерге. Содан кейін мына екіншіге кіреміз, Interface дегенге. General емес, Interface'ге кіреміз. Кірдік Interface'ге. Қарап отырсаңыздар, мына оңай. Сосын арада мына Language депті, Language деген тіл. Соған кірдіңіздер. Мына ағылшын тілінен русскийге ауыстырдық. OK-ді басамыз. Басқаннан кейін қайтадан міндетті түрде жабамыз. Қайтадан кіреміз Photoshop'қа. Міне яқта ашылды. Енді қарасаңыздар, міне файл, редактирование, изображение барлығы орыс тілде ашылды. Біз ойлаймыз ғой, қиын болмаса ауыстырылмайды деп. Әрине орыс тіліне ауысады екен. Енді өкінішке орай қазақ тілі әзірге жоқ. Енгізілмеді, ары қарай өз жұмысыңызды істей бересіз. Жақсы, сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Қазақ тілді YouTube каналын қолдап өтейік достар. Сау болайық.